кешегі тарихын ұмытпаған, қасиетін түйсініп ұлықтаған елдің ғана болашағы жарқын болмақ. Биыл адамзат тарихында өшпес із қалдырған ұлы жеңіске 75 жыл. Осынау ұлы оқиғаны тәбәрәкті қасиеттеп жыр жұпарымен әлдилеген ақындар жырдан шашу шашып, естеліктермен ой бөліседі. Армысыздар, қымбатты кітапхана ұжымы және жас оқырмандар. Осы биыл майдангер аталарымыздың, батыр бабаларымыздың ерлігін еске алатын жеңістің мерекесі келе жатыр. Бұл әрине біздің тарихымыздағы ерекше атап өтерлік дата. Сондықтан осы күні біз аталарымыздың, бабаларымыздың ерлігін еске алып, өзіміздің естеліктерімізді, көңілде жүрген ойларымызды бір саралап қоямыз осы күні. Енді бұл екінші дүниежүзілік соғысқа біздің де аталарымыз қатысқан, әрбір қазақ шаңырағындағы адамдар қатысып, ерен ерліктің үлгісін көрсеткен, сағынышқа айналған десек те болады. Өзімнің атам Көшербай Қасымұлы 1941 жылы майданға аттанып, сол Германияның, фашистік Германияға қарсы соғысқа қатысты. Атамыз сол майданда 41 жылдан бастап 43 жылға дейін соғысқан екен. Сол соғыста бір ауыр жараланып, қолы бас бармағы мен сұқ саусағының арасына оқ тиіп, содан қолы мылтық атуға жарамай қалған екен. Атамыз госпитальде жатып, емделіп шыққаннан кейін бәрібір соғысуға жарамайды, сондықтан елге қайтаруға тура келіпті. Біраз уақыт осы бейбіт өмірге араласып, ауыл шаруашылық саласында еңбек етті, мал өсірді. Мал шаруашылығында біраз жұмыстар атқарды. Ол үйде атамыздың медальдары ілініп тұратын, соны біз қызықтап бала кезімізде атамыздың өзін көрмесек те, үлкен ағаларымыз көрді, сол медальдарын тағып атамыздай болсақ деп армандайтынбыз. Осы жеңіс күніне орай мен майдангер атамен әңгіме деген өлеңім бар еді, соны оқырмандарға тарту етейін. Майдангер атамен әңгіме. Түртпектеумен түні бойы күндізде, мың сан күдік маза бермей жүр бізге. Ата, сіздер қанмен жазған тарихты біз қаламмен қайта жазып жүрміз бе? Тыныштық қой, арманымыз әр күндік, дей алмаймыз жалындарға шарпылдық. Ата, сіздер жасап кеткен ерлікті біз өлеңде жасай алмай шарқ ұрдық. Өзің салған сара жолмен жүргізгіз, қайратыңның қаһарынан нұр жүзгіз. Ата, сіздер жеңіп келген жаулардың жалауларын желбіретіп біз жүрміз. Сізге тағы айтар болсам бір шағым, жайма шуақ күйіңізді құртамын. Ата, сіздер қорғап берген жерлерді өзгелерге арнап жатыр ұрпағың. Арнасам да батыр бабам лағыл жыр, тауыңызды тентек ұлың шағып жүр. Сіз ерлікпен тағып келген орденді бізде көбі ерліксіз ақ тағып жүр. Абзал ата, маған сәл-сәл мұң шаққыз, көкірегіне көктемдерден гүл таққыз. Сіз соғыстан жұқтырдыңыз сырқатты, қазір біздер соғыспай ақ сырқатпыз.
дәл өзіңдей таба алмаспын сыйлы адам. Кеңдігің ай, кең далаға сыймаған, батырлықты боевик деп ұғамыз сіздің кезде. Көргеннен соң кинодан тұлпарға да мінген жалғыз аяқпен, аюға да хат танытқан таяқпен, ата сіздер алып берген жеңісті ұрпақтарың сезінбейді ау, ай әттең. Бізге өзінің ерлігісімен үлгі болған, осынау бейбіт күнге себепші болған барлық батырлардың рухы шат болсын. Бабалар ерлігі ұмытылмайды. Екінші дүниежүзілік соғыс енді қайталанбасын, соғыс салған жара жазылды. Тек осы тәуелсіздігіміз, бейбіт күніміз мәңгілік болғай. Менің туып өскен жерім Қарағанды облысы Балқаш қаласында үлкен мыс қорыту комбинаты бар. Менің атам 15 жасында сол комбинатқа жұмысқа тұрып, соғыс басталған кезінде 17 жаста болған екен. Бірақ атамды соғысқа жібермей, сол кезде тылға алып қалған екен. Атам паровозда машинисті көмекшісі болып, күн демей түн демей еңбек еткен. Ол кезде біздің Балқаштағы мыс қорыту комбинатынан молибден, қорғасын сияқты металдар өндіріліпті. Ол металдардың қасиетін білесіздер. Молибден танкта қолданылса, қорғасын ол кәдімгі оқ-дәрі болды. Ал ұлы отан соғысындағы әрбір 10 оқтың 9-ы Қазақстанда өндірілгенінде тағы бір естеріңізге сала кетейін. Оралхан Бөкей айтады ғой, бәрі де майдан деп. Яғни тек қана ұрыс алаңында емес, оның сыртындағы елдің де мұңы, қайғысы ортақ болды, мүддеміз ортақ болды. Сол кездегі адамдардың тылдағы кісілердің ересен еңбегін біз үлгі тұтып өнеге етуіміз керек. Тағзым. Жау жолына атам сені, бомба болда жарыл жүрек. Қасым Аманжол. Шапағын алып күннің бата көріп, көңілімнің көк мұзы жата деріп, сұм соғыстың елесін ұмытпай дел, қуаныш пен қайғыны қатар еміп, сойқанның еске түссе сұмдық әні, тарғылданған тарихым шыңғырады, жігеріңді қан майдан құм қол сегер, жібегіңді оңдырмай жүн қылады, бас деген бас бұлама басын соңай, намыс боп құйылған ғой жасын жарай, жау жолында жарылған қайран жүрек, жүрегін от қораған Қасым солай, қанды балақ жауызын тайраңдаған, күл талқанын шығарып ойрандаған, жеңіс туын құлатпай ұстап өлді, қан майданнан қайтпаған қайран бабам, ерлігін мәңгі аманат тағылым де, жеңіс боп желбірейді, жаны бірге, музейдегі мылтықтың оңғысынан қынадай қан тамады, әлі күнге, отан үшін ләм демей қиды өмірін, отаны ұмытпайды сүйген ұлын, батыр туған бабама тағзым қылам, кеудемде күңіреніп, күй көңілім, жеңіс күйін шертемін, қозғап бәрін олықтай дел, баһадүр боздақтарын, жау жолында жарылған жүректер-ай, қасымнан асып айтар сөз таппадым. Қадірменді ағайын, біз бабалардың ерлігін өмірлік үлгі етіп, ол кісілерге мәңгілік тағзым етеміз. Ол кісілердің аманаттап кеткен бейбіт өмірді біздің басымыздағы батпандай бақ деп білуіміз керек, және де соны бағалай білуіміз керек. Ерлердің ер есімі ұмытылмайды дегеніміз, міне біз ұрпақ барда, саналы ұрпақ барда сол кісілердің атын ұлықтап, ерлігін жаңғыртып, тарих қойнауында жатқан қалың қатпар дүниелерді жарыққа шығаруымыз керек. Біз мықты мәңгілік елміз. Қайырлы күн, құрметті отандастар, барша оқырман қауым, барлықтарыңызды келе жатқан жеңіс күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Есімім Жорабай Темірлан, Астана қаласы Ахмет Байтұрсынұлы білім академиясында оқытушы болып қызмет атқарамыз. Ұлы отан соғысы бүкіл адамзаттың жадынан сөнбес үлкен қасірет. Әсіресе қазақ халқы үшін бұл
сонау ата бабамыздан келе жатқан ерліктің, батырлықтың үзілмеген жалғасы болған, біздің халқымыздың батырлық рухының көрініс тапқан соңғы майдандарының бірі десек болады. Еш уақытта бұндай кесапат, бұндай алапат соғыс қайталанбасын деп тілейміз. Күллі әлемге кесапат төнген кезде ештеңеден тайынбай бірден майданға аттанған жас боздақтарымыздың көрсеткен ерліктері еш уақытта халықтың жадынан сөнбей, ұрпақтың бойында, қанында тулап жалғаса береді деп сенеміз. Жастықтың отымен, мөлдір таза, кіршіксіз сезіммен жазылған өлеңдерімізді қабыл алыңыздар. Биіктеп жеңіс туы желбіреді, ұлы дала қуанды, елжіреді. Қаншама қыранынан айырылған көк аспан көп ойлан мөлдіреді. Соғыс бітіп шу дала тыным тапты, бейбіт жұлдыз жылт етті, жымын қақты. Балалар әке құшқан мәз болды да, жетімдер тау мен тасқан бұғын шақты. Еркін күннің шуағы шашырады, ерліктің, еркіндіктің тасып әні, шырқалды, шарықтады, елін сүйген ардагер кеудесінің асыл әні. Деп бір толғанғанымыз бар. Мінекей, тағы да бір өлеңіміз тағзым деп атаған екенбіз. Сонау кітаптарымыздың арасынан, газеттердің арасынан тауып алып, сіздерге оқып бермекшімін. Ерлік жайлы, өрлік жайлы айтылмаған ән бар ма? Сол жылдарды жырлағанда күрсінбеген жан бар ма? Ұлы тойды ашық аспан астындағы аңғарда, мың тағзымет туа халайық отқа түскен жандарға, отан үшін өр кеудесін оққа тосқан жандарға, жанын қиған шейіттерге, ұран мен ән жолда. Барша адамзат алғысыңды айт ардагерге ардақты, олар кеше тыныштықты елге мәңгі орнатты. Шырық бұзған фашизмге зеңбірекпен зекіріп, оқ бұраған пулеметпен ажал үнін сарнатты. Олар кеше жүрегіне жігермен от жағып, қан майданның дәмін татты 18-де аттанып, қас дұшпанға қасарысты көкірегін отқарып, жастық шағы танктердің табанында тапталып, шегінбеді, отан алды арын таза атқалып. Алла жыр боп жанкештікпен жеткен ұлы жеңістің мерейтойын рахаттанып, тойлаудамыз шаттанып, сол жандардың арқасында арайлауда ақтаның, уа халайық, бұл батырлар болсын мәңгі мақтаның. Келешекті көре алмаспыз бақталасқа бас ұрсақ, тек тыныштық туасында әндетейік асырсап, тамылжыған татулықты жалғастырар, мына біз бейбітшілік бесігінде тербетілген жас ұрпақ. Ұлы жеңісіміздің мерейтойы құтты болсын. Мына әлемде енді соғыс болмасын, адамға адам ата көрме қорғасын. Енді ерлер ұсынбасын кеудесін жаудың жалғыз жабамын деп бомбасын. Жау жоқ бізге шынынды үлкен нәпсіден, соны тиіп, жолыңды иман басты кем. Онда бізге керегі жоқ мылтықтың, онда адам таба алмайсың қас күнем. Кісі өлтіру танылмасын ерлік деп, енді ешкімді қуанбайық жеңдік деп. Жер бетінде еркін жүрсін адамзат, бізге керек бейбітшілік, теңдік тек. Иықтарға қонбай көктің жұлдызы, әр жүректің айтылсы екен шындығы. Дұға етіп, бір Аллаға сыйынып, иманды елдің адаспасын ұл-қызы. Үлкендердің алып жастар батасын, заман келсін жанжалдан ел қашатын, әр сәбидің бұзылмасын ұйқысы, береке мен бірлік мәңгі жасасын. На белом листочке короткие строчки, а в них про любовь и про жизнь. Ушла на войну совсем юная дочка,
Листочек в руке чуть дрожит. 3 месяца осень. Зима. Нет ни слова, родная, прошу, напиши. С плакатов война наблюдает сурово, поземка по полю шуршит. Письмо получила, счастливая очень, в письме дочь, весна и мечты. На мятом листочке написаны строчки любимой дочурки черты. Там где-то война продолжает обстрелы, а здесь за окошком метель. Сибирский мороз своей тросточкой белой бросает снежинки в постель. Идет почтальон, сумка черная сбоку, квадратный листочек в руке. Погибла геройски, не верю, ей-богу, слеза янтарем по щеке. В парке городском царит весна. На скамейке посетители ранее. Захлестнуло сердце, как волна, череда глухих воспоминаний. Дань свою бессоннице сполна. Ветеран войны отдал старицей, а на сердце давят ордена. Прошлого немые очевидцы. Вспомнил ясно он, как утром встал на рыбалку собираться рано, а из репродуктора звучал приговором голос Левитана. Как со всеми вместе провожал брата и отца, что шли сражаться, а потом за поездом бежал. И душа хотела разорваться. Как уже затем деревни всей ждали и боялись почтальонку. С фронта принесет кому вестей, а кому на мужа похоронку. Вспомнил он, как в метриках своих дни рождения с другом исправляли, чтоб потом юнцов безусых их побыстрее в армию призвали. Как внезапно постарела мать. Пред неотвратимостью разлуки на войну сыночка провожать нет страшней и нестерпимей муки. Через месяц друг погиб в бою, как и сотни тех, что бились рядом, защищая родину свою, а не за чины и за награды. Умирая из последних сил, друг ему шептала важным самым: ты когда вернешься, попроси за меня прощения у мамы. Шла война, и шел солдат по ней, кровью километры отмеряя, по земле истерзанной своей, стиснув зубы и друзей теряя. Он концлагеря освобождал, вспомнил, как корреспондент бывалый, камеру отбросив, зарыдал, поглядев в глаза детишек малых. Извините, я могу помочь? Плачете? Скажите, в чем же дело? Девушка, похожая на дочь, на скамейку рядышком присела. Как-то все мгновенно осознал шедший с ней молодой мужчина. «Погоди, не спрашивай», — сказал. «Тем слезам особая причина. Знай, отец, ты прожил жизнь не зря. Пусть порой и раны беспокоят, мир живет тебе благодаря, ну а это дорогого стоит. Пусть Господь подарит долгих лет, дети пусть порадуют и внуки, чтоб не повстречал ты больше бед, горя, неудачи и разлуки. Ты прими, отец, земной поклон. Подвиг твой никем не повторится. Столько лет прошло, не меркнет он, и сквозь годы в душе к нам стучится. В парке городском царит весна. Светит солнце и щебечут птицы. Подвигом повержена война. Мы тому живые очевидцы. Отгремела война, отзвенела победа, но ушедших солдат не вернуть никогда. Память грузом легла на усталые плечи матерей, что в 100 крат подкосили года. Где, сыночек мой, спишь, сокол мой ясноглазый, где нашел свой последний безмятежный приют?
Может быть, ты встаешь утром зорькою ранней, в роще только песен соловьи поют. Или, может, ты где-то в порыве ветра прикасаешься нежно к ее щеке, обнимаешь крепко руками, как в детстве, шепчешь: «Мамочка, как хочу я к тебе». Где тебя мне искать, как пройти километры, обгоревшей от горя кровавой земли? Где сейчас ты, мой сын? В горячей пустыне? Может, в снежной вершине скалистой горы? Ах, злодейка, война, укравшая сына! Он ушел навсегда в свой последний день. Мне бы только узнать, где твоя любовь. Может быть, тогда я могу. На ладонях грубых лежит весь мир. У ключицы шрам, от призвания след. Далеко от дома, тоской томим, тихо песни стонет и ждет рассвет, а за заревом кружатся облака, закрывая солнце от грустных глаз. Тот, кто жизнью беден, душой богат. Тот, кто больно падал, вставал не раз. И в окопной мгле все меняет суть. Оживают тени и блики от самого себя. И судьбы тесьму разрезает острый войны клинок. Делит жизнь на после и до, и всех. Непременно смерит во весь свой рост. От вершин нагорных и до степей их сравнял Второй мировой Фагост. Армысыздар, құрметті оқырмандар. 20 ғасырдың ұлы қасіреті, екінші дүниежүзілік соғыста біздің аталарымыз жеңіске жеткені баршамызға аян. Бүгін сіздерге осы жеңіске үлес қосқан, бірақ есімдері еленбей кеткен ата-бабаларымыз туралы баллада оқығалы отырмын. Жеңіс туралы баллада. Бітті бәрі, қан төгісте, соғыста. Қару ұстап жаулармен алысқан, кезде кетті келмеске. Сәт келген жоқ, оныменен жолыққан. Қып-қызыл боп, қан төгумен басталған, солдаттардың тән әр жерге тасталған. Соғыс бітті, желбіреді жеңістің, қып-қызыл боп, туы анау аспанда. Көзде жайнап, қуаныштан ұшқындап, бітті қылмыс, қасіретті құстырған. Тар қапастан шықты жарық күнге де, босатты әскер мұны келіп тұтқыннан. Жүрек оның жарылуға шақ қалды, отаныма оралам деп шаттанды. Шекара асып, Мәскеугенді келгенде, тергеуменен қамаулар басталды. Түсіп алып, күні түні соңына, тосқауыл боп елге қайтар жолына. Сатқынсың деп кісен салды ақыры, отан үшін қару алған қолына. Сезімменен, сенімменен кіршіксіз, бостандықты қанша жыл ай, күн күтті. Отан мұны сатқынсың деп айдады, ауыл үшін жоғалды бұл із-түссіз. Сібір асып, тағдыры да тоналған, жүрек қашан шыдап тұрар бодан боп. Жігерімен қайрап қайта қайратын, амал тауып қашып шықты оданда. Қашып бірақ қайда барар тағда, отан жоқ күтіп тұрған сағына. Қашуменен жүре берді сонан соң, медеу қылып еркіндігін жанына. Мың құбылтып, мың жасырып шындығын, жылдар өтті, өмір көші жылжыды. Солдаттарын сатып кеткен сол жеңіс аталады ұлы отан соғысы боп. Бұл күні бар сырында кеудесіне құлыптап, қари отыр түнін. Бар сырында кеудесіне құлыптап, қария отыр түнмен ғана ұғысқан. Жеңіс күнін тойлап жатыр ал мұны барлығы да ұмытқан. Өткен күнді еске салып бір белгі, жаман менен жақсын ойлап үлгерді. Өз-өзіне сұрақ қойды сонан соң, бұл майданда кім жеңді? Белгісіз ер, тағдыр талай тұсаған, көзделмеді бақыт дейтін нысанаң. Ұлы отан соғысының батыры, бейбіт күнде
өліп кетті құсадан. Батыр дейтін атқа кімдер тығылған, бейбіт күннің ерлерігім шынында. Оңашада ақын отыр ойланып, теңеу таппай жеңіс деген ұғымға. Толар сақтан қан кешіп, екі талай күн туғанда ерліктің сынынан сүрінбей өткен бабаларымыздың ерлігі санамызда мәңгі жаңғырмақ. Ұрпақтар ұмытпайтын ұлы жеңіс ұлағаты кейінгі ұрпақтың жанына жігер, бойына қуат бермек.